аралас жұмыстардың арасынан уақыт тауып осында келіп отыр. Түркі әлемі студиясының директоры, түркі танушы, қазақтың қабырғалы қаламгерлерінің біреусі біздің ұстазымыз Доктырхан Тұрлыбек аға келіп отыр екен. Доктырхан Тұрлыбек аға бір ауыз сөз берейін. Құрметті ағайындарына кезексіз сөз алып кеткеніме берген отырған сөзді. асығыс шараларым бар еді. Мына бүгін бір керемет шара өтіп жатыр. Осы игі шараларға қарап отырсам, қалалық әкімшілік, Қазақстан Жашыл одағы, дүниежүзілік қауымдастығы, қазақтар дүниежүзілік қауымдастығы бар. Оның Серік Ахмет деген бауырымыз келіп, осы игі істің жүзеге асуына мұрындық болып отыр. Мен қарап отырмын, әдебиетті қазақтың қастерлі сөзін сыйлайтын ағайындар жиналып жатқан. Бүгін бір топ жаңағы қаламгерлер Қазақстан Жашыл одағына қабылданып жатыр. Соның ішінде Баяхмет сенде құтты болсын. Мен Баяхметпен шын десем кеше ғана таныспын. Жаңағы Бауыржан керемет сөз айтты ғой, бұл өте неміс сияқты, өте дәл айтқан уақытында келді деп. Сағат 11-ге келсем, бұл кісі сағат 11-ге 5 минут қалғанда келді екеніміз жауапты. Сондағы мына сыртынан кісімен таныс едім. Мен кеше ғана, бүгін ғана өлі ұлыған бос дала деген кітабын оқып шықтым. Соның ішіндегі маған мен мынау Мұстау қиқиясы деген қиқияны оқып шықтым. Қарап тұрып, мына енді оны мынау Алтайда болған, Мұстаудың жанында болған Мұстаудың екенін, оның аңызын, оның құдіретін сонда барғанда адам сезінеді. Сондағы мынау кішкентай ғана хикаяда қаншама этнография, қаншама аңыз, кімнің бір ұтақыны мен кеше түртіп қойыптым. Мұнау мифология мен реализмді ұштастырып жазады екен. Бұның шеберлігі. Сонда біз Мұстау жайында көп нәрсе білеміз, бірақ көп нәрсе білмейді екенбіз. Мысалы, мұнау Мұстаудың аңыз бойынша Мұстаудың басында бір алық киіт жатыр. Егер сол киіт жаңағы ашуланып қаһарланса, жаңағы Алтайды су басып кетеді екен. Ал ол кісі киіт мейірленсе, жаңа Алтайға нәр береді екен, өмір береді екен. Сондағы кішкентай хикаяда, ондағы Мұстауда онымен қарияларын ескем, онда міне бөжек, ел аузында бөжек деген аруақты кісі болған. Оны әулие дейді ол кісінде. Ол кісі жаңағы сөзге ақбөрі дейді екен. Ақбөрінің солардың енді керемет аңыздары бар ел аузында. Осының бәрін осы кішкентай хикаяда ұштастырып жазады, жазушының шеберлігі. Сонда жаңағы Тұрар мен Мұхан деген жігіт, сонда Мұхан теңіздің жағасында өскен жігіт, ал Тұрар сол Мұстаудың Алтайдың азаматы. Жерін жақсы көреді, оны қастерлейді. Кім Мұхан теңізде өскен, онша менсінбейді. Сондағы жаңағы екеуі жаңағы пәстесіп, сол жаңағы Мұстауға барады. Сондағы мен таң қалғаным, мынау кімнің білімділігі, Байекеңнің. Ойпырмай алып, балықтар жайында жазады. Мұны балықтар, біз ойлаймыз ғой, Мұстаудың бұлағында алған балық деп. Сөйтсе, бұл кісі қаншама жаңағы бір балық бар екен, ол мен түртіп қойды мына. Аққайран деген балық болды екен, ол кәдімгі, анау өршеленді баққан бұлақтың суына қарсы жүзеді екен. Сөйтіп ұрғын шашады екен, оны ете дәмді болады екен. Оны білмейді екенбіз. Онда ит балық деген балық бар екен, оны алтайлықтар оны несінбейді екен, оны біз қандай оны тамсанып жейміз. Сондағы соның осының бәрін жаңағы Тұрар анау досына
дәлелдейді. Сондағы енді бұның менің тағдырым айтатыным, мынау айналайын, мынау Алтайды Дидахмет жазды, Қалихан аға жазды, Оралхан жазды, олар Алтайдың керемет полотнасын берді. Ал мына шағын әңгімеде Байекең сол полотнынан келген. Табиғатын, оның енді тілмен жетіспейтін табиғатын керемет бере берген. Оның үстіне бұл кісінің жаңағы өте этнографияны, археологияны біліп, бұл кісінің жан-жақты білімді екені көрінді. Энциклопедия действительно. Сондағы анау оқиға, сонда анау барлық кім құтпан деген иті болады кімнің? Тұрардың. Сол ол айтады, ой мына итім жолбарыс болса, бұл жолбарыс алатын ет дейді. Кім Мұқан оған сенбейді. Сонда анау жаңағы құтпан кәдімгі құмай тазы ғой, құмай тазы ғой. Кәдімгі жаңағы бөрін алып, соны жаңағы жекпе-жекті жіберді. Соған анаған өзінің көзін жеткізеді. Сонда ана туған жердің құдіретін жаңағы біз мынау бәріміз тәуелге сенетін қалыппыз ғой. Мына әулиелер аңыздарға мән беретін жаңа айттым ғой, жаңағы мифологияны, реализмді ұштастырып жазды. Мен бір байқағаным шағынған әңгімеден бұл кісінің мынау жазушының шетелдік, оның ішінде батыстың озық әдебиетінің меңгергенін аңғаруға болады. Айта берсек өте көп, мен кітабыңыздың тек қана бір ғана хикаясын оқыдым. Кітабыңыз енді сіздің тұрақты оқырманыңыз боламын. Тартып отыр ғой. Өте, мына бір айтатын, мына кім Шерхан Мұртаза жүрсек, жігіттер, қазақтың таза тілі сонау Қытайда жатыр, Моңғолда жатыр. Біз тілімізді шұбарлатып алдық. Нағыз таза бұлақ, Кәусар бұлақ сояқта келді. Сол Кәусар бұлақ сіздер әкеліп алсыздар айналайындар. Біз бағалауымыз керек. Бұл қазақ әдебиетінде сіздер үлкен үлес қосыласыздар. Мен бүгін үлкен қуанып тұрмын. Ал енді не көп сөйлемейін. Мен қазір кетіп қалсам, мына ақсақшал кетіп қалды деп ұстаңыздар. Бір түсірілім бар еді. Мен Байекеңді құрметтеген елге отырмын. Байеке, жазарыңыз көп болсын. Ойпырмай, елдегі еңбекқорлық бір жылда тоғыз кітап жатыр. Мен 2 жыл болды бір кітап жаза алмай жүрмін.